бір жақ қанатымның орны ылғида үңірейіп тұратын. Сол қуысты мен ылғида қайсарлығыммен жабуға тырысатынмын. Менің әкемнің орны еді. Кімнің әке шешесі ажыраспай жатыр, одан драма жасаудың қажеті қанша деп ойлауым. Уақыт өте келе, ой санам кемелденген сайын әкемді іздейтін болдым. Балалықпен талай әкеме қатты ауыр сөздер айттым. Менің әкеме деген сағынышым биік тұрды. Өкпе, реніш, тәкаппарлық дегендің барлығын бір күні жиып тастап, әкемді іздеп барып кешірім сұрадым. Жыладық, қауыштық, табыстық. Мен бірақ ол күні тек әкеммен ғана табысқан жоқ, Айгүлмен табыстым. Сол күні мен өзімді қауырсыннан да жеп-жеңіл сезіндім. Бірінші рет 40 жыл араға тастап, қызының концертінде отыр. Папа, қош келдік. Тұрып қойшы. Әке, ана, сіздер мені кешіріңіздерші. Сіздер мені биікке самғар қос қанатымсыздар. Тамырымен, бар болмысымен, жүрегіммен жақсы көремін.